Жақсы, бүгінгі күннің тақырыбына оралсақ, Алатау Сити ақылды қаласына қанша инвестор қызығушылық білдіріп отыр? Жалпы бұл жобаның бюджеті қандай, алдын ала есеп қисап жасалды ма? Бүкіл бюджетті бұл жобаның бюджетін айтуға әлі ертерек, өйткені 3 айдың ішінде тиісті көпжылдық стратегия бекітілетін болады. Онда стратегияның негізінде онда бюджетті айтуға болады. Бірақ инфрақұрылым салуға бізде нақты жоспар бекітілді. 2050 жылға шейін бізде керек инфрақұрылымға 10 триллион теңгеден астам қаржы керек болады. Сондықтан дәл осындай уақытта біз шетелдік инвестицияларды тарту арқасында қаланың экономикасы жалпы 50 миллиард доллардан астам болу керек. Осы уақытта 2050 жылда. Инвесторлар бар ғой да, қызылшылық? Инвесторлар бар, бірнеше инвестор қазірдің өзінде 44 жоба әзірлеп отыр. Америка құрама штаттарының шетелдік инвесторлар, Оңтүстік Кореядан бар, Ресейден бар, Қытайдан бар, ішкі нарықтан өзіміздің инвесторлар бар. Жалпы бүгін іске асырып жатқан 49 жоба бар, 44 жоба бар. Ол жалпы сомасы 1,8 триллион теңгеге. Бірақ бізде әлі үлкен очередь бар. Осы заңды қабылдаймыз, содан кейін тиісті құжаттарды, актілерді премьер-министр бекітеді. Ол жер туралы, салық жеңілдіктер туралы, басқа да құжаттарға, маңызды құжаттарға қол қойғанда, онда іске асырамыз. Сонда оның негізінде инвесторлық саны көбейеді. 2 есе, 3 есе биылдың өзінде, өйткені қызығушылық өте жоғары. Болашақта Алатау Сити қаласының әкімі сіз болуыңыз мүмкін бе? Өзіңіз жүрсіз ғой енді жобаны басқарасыз. Менде ондай болжам жоқ. Мен 3 рет әкім болдым. Региондарға, жастарға жол беру керек. Жеткілікті ме? Жастарға жол беру керек. Рахмет.